Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube каналымның оқырмандары, Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұмсақ, бір жасағаннан шығатын пирожный дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға жарып аламыз. Оның үстінен қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды құямыз. Еріген сары майымызды құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, елекке ұнымызды салып, бірден көп салмай аз-аз бөліктерге бөліп саламыз, және сол аз салынған бөліктің үстіне разрыхителімізді салып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Біркелкі масса шықты. Осындай қоюлықта болады. Енді тавамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне азырақ майымызды жағып, оның үстіне жаңағы дайын болған қамырымызды құйып шығамыз. 180 градуста 5-7, ары кетсе 8 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ, әдемі болып пісіп шығады. Корждарымызды түзіліп кесіп, оның шетінен қалған қалдықтарын блендердің көмегімен майдалап езіп аламыз. Корждарымыз суығанша пирожныйымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ең бірінші оған қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды құямыз. Оның үстінен, егер үйлеріңізде клейкі, яғни сливки болатын болса, сливки қосуға болады. Менде сливки болмағандықтан аз ғана сүт қостым. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің креміміз осындай қоюлықта болу керек. Енді корждарымызды жинаймыз. Коржымызды алып, ыдысымызға қойып, оның үстіне жаңағы дайындаған кремімізді жағып шығамыз. Міне біздің пирожныйымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, дәмді болып шықты. Бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ, жұмсалықтығы сонша бір жегеннен таусылып кетеді. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.